Жаратылыстану сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамдар ғарышты қалай зерттеді? Бұл сабақта сен ежелгі адамдардың ғарышты қалай зерттеген білетін боласың. Балалар, біз өткен сабақтарда ежелгі адамдар егін шаруашылығымен және шаруашылығымен айналысқанын білдік. Сондықтан да оларға егінді қай уақытта егу керегін, өнімді қай уақытта жинау керегін, табиғатта болып жатқан құбылыстарды білу керек болды. Сондықтан олар күн, ай және жұлдыздарды бақылай бастады. Күн, ай және жұлдыздарды бақылау ежелгі адамдарға көптеген жаңалықтарды ашуға көмектесті. Олар күн мен түннің ауысуын байқады, яғни күн мен түннің ауысып отыратынын білді. Адамдар кейбір жұлдыздар тобының белгілі бір бейне құрайтынын байқаған. Осылайша шоқ жұлдыздар көмегімен кеңістікті бағдарлауды үйренді. Яғни олар шоқ жұлдыздарды ашты. Одан кейін ежелгі адамдар күннің көзге көрінетін тәуліктік жолын анықтады. Яғни таң атқанда күннің шығып, кешке жақын күннің бататынын білді. Адамдар айдың өз пішін өзгертіп отыратын байқаған. Сөйтіп алғашқы ай күнтізбелері пайда болды. Күннің биіктігін көлеңке арқылы анықтайтын күн сағаттарды ойлап тапты. Одан кейін мынандай күнтізбесі пайда болды. Күнтізбеде 12 ай күндер белгіленген. Бірақ бұрынғы ежелгі күнтізбелерде ай немесе күнтізбенің ортасында тұрған, ал айлар соны айнала тұрған. 12 ай шоқ жұлдызбен белгіленген. Уақыт өте келе балалар, күнтізбелер өзгеріп отырды. Адамдар олардың көмегімен күннің тұтылуын алдын ала білген, егін егетін уақытты жоспарлаған. Ай күнтізбесінен кейін одан да дәл күнтізбелері пайда болды. Балалар, мынау қазіргі замандағы күнтізбелер. Қазіргі күнтізбелерде де 12 ай бар. 12 айдың өз аты, айлар апталарға, күндерге бөлінген. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулығымыздың 52-53 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 35-36 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында.